Екінші сабақ сызық түрлері және өлшем қою ережелері. Сабақ мақсаты сызбада сызық түрлерімен танысу және ереже бойынша өлшемдерді дұрыс қоюды үйрену. Сызық түрлері. Сызық түрлері бізде болады. Тұтас жуан сызық негізгі болып саналады. Жіңішке сызық тұтас, штриховая және штрих-пунктирная сызықтары бар. Солармен барлығымен танысып, номер 6 тапсырмасын орындайтын боламыз. Номер 6 тапсырмасын орындайтын боламыз. Алтыншы тапсырма бойынша бізде өлшемдер берілген. Негізгі сызбада өлшемдер бір рет қана беріледі және барлығы миллиметрмен өлшенеді. Бізде тұтас жуан негізгі сызық көріністің контурларында болады. 1 миллиметр қалыңдықпен. Жіңішке сызықтар бізде өлшем сызығы және шығару сызығы болып табылады. Және де бізге көрінбейтін штрих және штрих-пунктирный линиялар жіңішке сызықпен сызылады. Штрих сызығы үзік сызық көрінбейтін контурларды көрсету үшін қолданылады. Штрих-пунктирный сызық бізде ось сызығын көрсетеді, симметрияны және шеңбер көрсетілсе, шеңбердің ортасын көрсететін сызық болып саналады. Штрих-пунктирный сызық біздің өлшемі бойынша 8 миллиметр болады. Арасы 1 миллиметр, тире 2 миллиметр, арасы 1 миллиметр, 8 миллиметр. Бұл бізде штрих-пунктирный түрлі сызық нүкте. Штриховой сызық бізде 5 миллиметр, арасы 2 миллиметр, 5 миллиметр сызықтармен өтетін болады. Екеуінің айырмашылығы штрих-пунктирный сызық, ось сызығы, контурдан 2, 3 немесе 5 миллиметрге шығу тиіс. Контур сызықта 3 немесе 5 миллиметрге шығу тиіс. Барлық чертеж бойынша бір келкі. Ал штрих сызықтары, көрінбейтін контур ғой, ол бізде контур сызығынан, негізгі сызықтан жуан шықпайды. Ось сызығы дәл ортаны көрсетеді, штрих-пунктирный, және ол чертежда 3 немесе 5 миллиметрге шығып тұрады. Дәл осылай. Ал штрих сызықтары көрінбейтін қырларды көрсетеді. Көрінбейтін қырларды көрсетіп тұрады. Ол кішкентай және контурдан шықпайды. Штрих-пунктирный сызық контурдан шығуы міндетті. Чертеж бойынша барлығы таза болу керек. Тұтас жуан сызықтарды қарындашқа қатты басып, жуандатып салатын боламыз. Бұл бізде симметрия сызығы. Бұл бізде штриховой сызық. Көрінбейтін тұстарын көрсетіп тұр.
Енді өлшем қою ережелері бойынша. Өлшем қою ережесі бойынша тұтас жуан сызықтан, контурный сызықтан бізде арақашықтығы 10 мм болады. Өлшем сызығы 10 мм, контурдан, осы контурдан 10 мм. Оны біз шығару сызығы деп атаймыз. Выносные линии. От контурной линии расстояние 10 мм. По всему чертежу 10 мм. Ал өлшем сызығы бізде тілше арқылы көрсетіліп тұрады. Показывается в форме стрелочки. Стрелочка у нас 5 мм. По всему чертежу 5 мм. 5 мм болу керек. Қалыңдығы 1 мм. Таза, әдемі, біркелкі чертеж бойынша. Бізде осынша 36. Енді өлшем саны бойынша санның размері 5 мм болады. Ол өлшем сызығынан 1 мм алшақтау болу керек. Содан кейін санның өлшемі 5 мм. 5 мм болу керек. 28 деп жазамыз. Сан өлшемдері 5 мм. Қалыңдығы 2 мм болады. Тілшенің, стрелканың өткір болу керек. Шығару сызығы өлшем сызығынан 2 мм шығып тұру тиіс. Бүкіл чертеж бойынша 2 мм-ге шығады. Тілшенің размері 5 мм, ұшы 10 мм. Ұшы 10 мм болады. Ал негізгі тілше 5 мм болады. Бүкіл чертеж бойынша 5 мм болуы тиіс. Міндетті осы өлшемдерді жаттап алу керек болады. Сандар 5 мм, жуандығы 2 мм. Сандар әдемі болуы тиісті. Келесі сан сызған кезде осы өлшем сызығынан 1 см арақашықтықта болады. Бұл бізде шығару сызығы, ол жіңішке болып табылады. Өлшем сызығынан 2 мм-ге шығып тұру керек. 2 мм. Стрелканың размері 5 мм. 5 мм. Барлық размерлер бізде миллиметрмен берілетін болады черченияда. Сан өлшем сызығынан 1 мм-ге көтеріліп жасалынатын болады. Размері 5 мм. Нешдегі 36. Келесі сан шахматный порядокпен жазылатын болады. Оны да жаттап алу керек. Егер бір сан өлшем тұрса, онда ол дәл ортасында тұруы керек. Қалған өлшемдерді осы қағидамен ары қарай жасап шығу керек. Бізде мұнда 26.
26 саны неше? 1 сантиметрге шығу керек. Өлшем сызығы бізге жіңішке болады. 2 миллиметр ұшы болады, өлшем санынан 1 миллиметр, 2 миллиметрге шығатын боламыз. 5 миллиметр. 5 миллиметр болуы тиіс. 2 миллиметр ұшы. Негізі сандар әрдайым үстіңгі жағында жазылатын болады. Астында емес, үстінде 1 миллиметрге үстіне шығамыз. Санның размері 5 миллиметр, дәл ортада болады. 26 деген санда жазатын боламыз. Егер өлшем 2 сантиметрден кішкентай болса, мысалы 10 миллиметр, 1 сантиметр, 12 миллиметр, 1 сантиметрде 2 миллиметр, онда өлшем стрелкаларын сыртқа шығаратын боламыз. Негізі стрелкалар іште орналасады. Бірақ өлшем кішкентай болса, оны сыртқа шығаратын боламыз. Ол үшін арақашықтығы 1 сантиметр болатын сызықты сызамыз. Ол сызық бізде шығару сызығы деп аталады. Шығару выносная линия, 1 сантиметр арақашықтығы контурный сызықтан. Ал бұл бізде өлшем сызығы. Өлшем сызығы, тілшелер, стрелкалар 2 сантиметрден кіші болғандықтан сыртқа шығаратын боламыз. Мы выносим стрелки на внешнюю сторону. Стрелка размером 5 миллиметров, хвост до 1 сантиметра. Стрелка 5 миллиметров, стрелканың өлшемі 5 миллиметр, ұшы 1 сантиметр болуы тиісті. Егер орын болмаса, онда 5 миллиметр болады. Шығару сызығы 2 миллиметр шығады бізде. Жақсы ма? Выносная линия выносится за стрелку на 2 миллиметра. Цифра размером 5 миллиметров. Қиғаш болып келу керек. Ұзындығы 5 миллиметр. Дәл ортада орналасады. Негізгі ережелер, ол бізде өлшемдер миллиметрмен беріледі. Өлшемдер тек қана бірлеп берілетін болады. Өлшемдер тек қана бірлеп беріледі. Миллиметрмен